Балаға қалдық шайды берсеңіз, тілі тез шығады. Осындай ырым естуіңіз бар ма? Қазақ өзі ырымшыл халық қой. Әйелдің жүкті кезінен бастап, сәби дүниеге келіп, қартайғанша ырым-тыйымдар, жорамалдар жасалады. Соның ішінде сәбиге қатысты ырымдар, болжамдар көп. Жақсылықтан үміті ғой әрбір адам. Сондықтан дүниеге келген сәбидің өмірлі болып, болашағының жарқын болғанын қалайды. Ал болашағы жарқын сәбидің әрине ең алдымен дені сау, жетілуі қалыпты болуы керек. Қазіргі таңда баланың тілі кеш шығып, сөйлеуі тежеліп жатса да, дереу маманға жүгіреміз. Әрине, заманның талабы солай шығар. Бірақ кезінде біздің ата-бабаларымыз ырым еткендей, неге сол жолы жалғастырып көрмеске? Одан сәбиге де, ата-анаға да ешқандай зиян келмейді. Мысалы, баланың тілі тез шықсын деп жасалынатын ырымдар көп. Солардың бірі балаға қалдық шайды ішкізу. Сәби әлі сөйлей алмайтын, бірақ ымдап түсіндіре алатын, өздігінен кеседен шай іше алатын, шаққан жеткенде дастархан басында отырған адамдардың шай ішкен кесесінің түбінде қалған қалдық шайды бір кесеге жинап, оны балаға ішкізгенді мен ғана емес, көпшілігіңіз көргендер шығасыздар. Ес білген шақтан бастап көргендіктен менің көзім үйренген. Алғашқында аң-таң болғанмын. Ол кезде жас өспірім шақтағы бала кезім. Жазғы демалыста ала жаздай нағашыларымыздың үйіне жиналатын әдетіміз бар ғой. Сонда нағашы әжем өз немересіне дастархандағы бүкіл адамның шай ішкен кесесінің түбіндегі басқа бір кесеге төгіп отырады. Бұл барлық үйде бар үрдіс. Ең қызығы, сол қалдық шай жиналған кесе толы шайды құлдыраңдап жүгіріп жүрген немересіне ішкізеді. Мен сонда әжемнің бұл ісі қалай? Туған немересіне таза шайды берсе болмас па еді? Неге ол ысырап болмасын деп ішкізеді ме екен? Суыған шайды ішкізеді ме екен? Деп өзімше тон пішіп қойған едім. Бірақ ол кезде ойын баласымыз ғой. Неге бұлай деп мен де сұрамадым. Сол күйі ұмыт болды ол жағдай. Кейін тағы да бір рет дәл осы жағдай басқа жерде қайталанды. Сонда барып бұрын мән бермеген нәрсенің астарын білу қызық болды маған. Анамнан сұрадым бұл жайлы, өйткені ол кезде де баламын. Үлкендерден ыңғайсызданған шығармын. Сол кезде анам маған дәптіштеп түсіндіріп берген болатын. Бұл ырым біздің бала кезімізде де бар еді. Әжелеріміз тілі шықпаған балаларға осылай қалдық шайды ішкізіп жататын. Бір жағынан баланың тілі тез шықсын деген ырым болса, екінші жағынан киелі дастарханда талай-талай үлкен, абыройлы, аузы даулы кісілер келіп шай ішеді. Солардың жақсы қасиеттері баланың бойына жұқсын, солардай абыройлы болсын деген ниетте. Ұзақ жасаған қариялардың кесесіндегі шайды сарқыт деп балаға ішкізеді. Сол кісілердің жолын беріп, баланың ғұмыры жасы ұзақ болсын, көргені мен түйгені көп болсын деген тағы бір ақ тілек жатыр бұның астарында деп, анам маған барынша ұғынықты етіп жеткізген болатын. Қазір маған да сол көргендерім әсер етті ме? Анасын ымдап, бірдеңені түсіндіре алмай тұрған баланы көрсем, кесе түбіндегі шайды ішкізгім келіп тұрады. Бірақ оны дұрыс жағынан түсінбей қалама деген ой болғандықтан татқыншақтап қаламын. Ал осындай ырымның бар екендігін сіз білетін бе едіңіз? Егер білсеңіз, өміріңізде қолданып көрдіңіз бе? Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шанын басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.